Жақсы онда. Презентацияң барлықтарыңызға көрінсе, онда бастайық. Бүгінгі біздің вебинарымыздың тақырыбы математика пәнінен функционалдық сауаттылықтың дамыту жолдары. Жалпы PISA тестілеуі не үшін өткізіледі? Зерттеу әрбір елдегі білім беру саласының реформалары мен дамуын бағалау мақсатында жүргізіледі екен. Функционалдық сауаттылық дегеніміз не? Енді оны бәріміз білеміз деп ойлаймын. Адамның өмір барысында алған білімін адам қызметінің әртүрлі салаларында кең ауқымды өмірлік міндеттерді шешу мақсатында пайдалану қабілеті ретінде анықталады. PISA зерттеуі неден тұрады? PISA ол 15 жастағы оқушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін бағалайды. Яғни, қай бағыт бойынша тексеріледі екен? Оқу сауаттылығы, ашылды, жақсы. Оқу сауаттылығы, математика сауаттылық, ғылыми жаратылыстану сауаттылығы. Соның ішінде бүгін тоқталатынымыз математикалық сауаттылыққа тоқтаймыз. Математикалық сауаттылық дегеніміз. Математикалық сауаттылық бұл шынайы әлемде кездесетін мәтіндегі мәселелерді шешу үшін жеке тұлғаны математикалық пайымдаулар жасай алу, математикалық әдістерді қолдана алу, нәтижелерді түсіндіре алу қабілеті. Енді жалпы біздің қазақстандық мектептерде, колледждерде оқыту форматы сабақта алған білімнің функционалдық қолдануын қарастырмайды екен. Оқушылар академиялық білімді алады, бірақ та оны күнделікті өмірінде, тұрмыста пайдалануды әрдайым біле бермейді. Яғни педагогтар өз сабақтарында оқулықтармен бекітілген әдістемелік әзірлемелерді пайдаланып, ғылыми құбылыстарды, формулаларды және ережелерді қарапайым мысалмен түсіндіруге және көрсетуге баса мән бермейді. PISA тестілеуінде барлық тапсырмалар кәдімгі өмірдегі оқиғалармен және құбылыстармен байланысты. Мұндай тапсырмаларды сәтті орындау ойлаудың басқа түрі мен функционалдық тәсілді талап етеді. Ол үшін мұғалімдер функционалдық тәсілді өз сабақтарына кіріктіруі тиіс. Яғни, біз әрбір сабақты өткен кезде біз оқу мақсатын айтамыз ғой оқушыларға. Сол оқу мақсатына, әрбір сабақтың оқу мақсатына тоқталып, осы оқу мақсатты ашатындай, осы функционалдық сауаттылықты ашатындай міндет түрде тапсырма беруіміз қажет екен. Мысалы, мынау 5-ші сыныптағы оқу мақсаты жай бөлшектерді аралас сандарды көбейтуді орындау дейді. Мынау 5-ші сыныптағы біздің оқу мақсатымыз. Енді осы оқу мақсатына біз оқушыларға мына сияқты есеп беруімізге болады, қабырғалары 5-3 дециметр және 4-3 дециметр болатын тік төртбұрыштың ауданын тап деген. Яғни мына суретте ауданын табуға қажетті тік төртбұрыш қабырғасы 1 дециметр болатын шаршының бөлік ретінде көрсетілген. Қандай да бір бөлік ретінде. Енді оқушыларға жәнегі боялған тік төртбұрыштың ауданын берілген шаршының бөлігі ретінде табуды ұсыныңыз. Яғни толық менде шаршы берілген, мынау соның бөлігі боялған жеріміз. Сонда жәнегі боялған бөліктің ауданы, жәнегі шаршының ауданының 9-дан 20 бөлігін құрайды екен, Және сонымен қатар осы тік төртбұрыштың ауданы оның ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең. Яғни жәнегі 5-тен 3-пен оқушы жәнегі 4-тен 3-ті қайтеді екен, көбейтеді. Осыдан бізде 9-дан 20 теңдігі шығады екен. Осындай есептер беруге болады. Келесі, 6-шы сыныптағы оқу мақсаты. Шамаларды берілген қатынаста бөлу. Оған мына сияқты есеп ұсынуға болады. Ательге 120 мектеп формасын тігуге тапсырыс келді. Тапсырысты 2 бригаданың барлық мүшелеріне теңдей бөлу керек. Біреуінде 8 адам, ал екіншісінде 7 адам. Әр бригадада неше мектеп формасын тігу керек.
Қалай оқушыларға осы есепті берсек, осы мақсатқа жауабы не болады екен? Иә. Біріншісі 64 адам, екіншісі 56 адам. Біріншісі 64 адам, екіншісі 56. Жақсы. 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 Так. Алпыс төрт және 54 адам. Енді мына жазуды өшіп соға бола ме екен? Yani жазған жазуыңызды. Енді келесі осы 6-шы сыныптағы шеңбер ұзындығы оның диаметріне қатынасты тұрақты сан екендігін білу, дөңгелек ауданның формуласын білу және қолдану деген мақсат. Бұл мақсатта біз жәнегі дөңгелектің ауданын өзіміз бермей, оқушылар осы формуланы өздері қорытып шығарса. Ол үшін мына сияқты тапсырма берсек. Практикалық жұмыс ретінде, иә? Радиусы 8 сантиметрге тең шеңбер салады оқушы. Салынған шеңберді қиып алады. Дөңгелек қиып аламыз шеңберді. Диаметрін бойымен бүктейді және қияды. Шыққан әрбір жарты дөңгелекті қайтадан бүктеп екіге бөледі. Содан кейін бүктеп тағы да екіге бөледі. Және осылай тағы бір рет орындайды. Сонда бізде 16 бөлік пайда болады. Не? Суретте көрсетілгендей. Осы суретте көрсетілгендей, бұл жәнегі қиып алған бөліктерді төртбұрыш тәрізді етіп құрастырсақ, мына сияқты құрастырып алсақ. Енді оқушыларға айтамыз, иә? Біз айтамыз, мына шыққан төртбұрыштың ауданын табуды ұсынамыз. Дөңгелектің ауданы шеңбердің ұзындығының жартысына радиусқа көбейткен тең. Біз білеміз, шеңбердің ұзындығы 2 пиға тең. Яғни, мына жердегі бөліктердің бәрі ол шеңбердің ұзындығы ғой. Мына жақ бөліктің бәрі шеңбердің ұзындығы. Мына ұзындығы болып тұрған бізде. Енді мынау бізде радиус болып тұр, иә? Сонда бізде міне шеңбердің ұзындығы 2 пир ғой. Сол 2 пирді 2-ге бөлсем пирім қалады. Жәнегі пирді мына радиусқа көбейтсем, менде пир квадрат шығады. Осыдан оқушылар міне өздері жәнегі дөңгелектің ауданының формуласын қорытып шығарады екен. Келесі мақсатта 6-шы сыныпқа шынайы процестердің графиктерін қолданып, шамалар арасындағы тәуелділікті табу және зерттеу дейді. Ал енді бұны өздеріңіз айтып көрсеңіздер. Суретте Нұр-Сұлтан қаласының әуежайынан бір бағытта ұшқан 2 ұшақтың графиктері берілген. Бірінші қалай дейді. Ұшақтар әуежайдан қай уақытта ұшып шықты және кері қайтып қонды. Ең біріншісі мына қара сызықпен берілген ұшақ, екіншісі мына сарғыш түсті берілген. Біріншісі қай уақытта ұшқан және қай уақытта қонған. Тоғыздан нөлде ұшты. Иә, 9:00-де ұшты. И так 18 нешеде? 00-де. 18 40-та ма қаншада? 00, не 18:00. 18:00-де. Жақсы. Ал екінші ұшақшы? Ну хорошо. Екінші ұшағымыз. Так, 10:40-та ұшып шықты да. Жақсы. 18:40-та қонды. Қонды, жақсы, жақсы. Олардың әрқайсысы жолда неше рет аралық қону жасады. Осы аялдамалардың ұзақтылығы неге тең дейді? Ал? Бірінші ұшақ 3 рет қонды. Бірінші ретінде 1 сағат, екінші ретінде 1 сағат 20 минут, үшінші ретінде 1 сағатқа тоқтады. 1 сағат, жақсы. Значит, так, әрбір мына шақпағымыз 20 минуттан болып тұр, иә? Жақсы. 12 Ал? екінші шақ. Екінші шақты айтпай ғой бізге, екінші шақ. 2 рет. 2 рет, иә? Яха, 2 рет. Жақсы. Жолдың барлық бөлігінде ұшақтар қандай жылдамдықпен ұшты?
Мынау бізде уақыт, мына жағы бізде арақашықтық. Енді бізде жылдамдық. Жолдың барлық бөлігінде ұшақтар қандай жылдамдықпен ұшты? Мына біріншісіне тоқталайық, біріншісіне. Біріншісі, ең бірінші 40, ой, 80, Так, жүрген жолымыз 80. 80, Уақытымыз 1 сағат, иә? аха, Ой, 800 дегенімізді. 800 километр. 800, Иә. Сонда қанша болады екен? А? 80 километр, ай, Иә, иә. Біріншісінікі 800 километр сағат. Қанша дедіңіз? Екіншісінікі Иә, біріншісінікі? біріншісінікі 800 километр сағатына. 800 Жақсы. километр сағат. Жақсы, жақсы. Аха. Екіншісінікі 600 километр сағатына. 1 сағат, 2 сағат, 16. 600 километр сағатына 600 екіншісінің. километр сағат, иә? Жақсы. Это же Так. хорошо было кушать. Мынаны былай алып тастайыншы. Прямо. Так, 12 сағат 00 минутта, 14 сағат 20 минутта, 16 сағат 40 минутта ұшақтар Нұр-Сұлтаннан қандай қашықтықта болған? 12 сағат 00-де Иә, 12 сағатымыз 00. 1600 километр болды бірінші ұшағымыз. 1600 Ал километр. екіншіміз бізде 800, иә? Екіншіміз 800 болды. Жақсы. Одан кейін 14:00-де бірінші ұшағымыз 2400, Тоқтаңыз, 14 сағат 20 минут дейді. 14 сағат 20 минут. 14 сағат 20 минутта 2400, 2400, ал екіншіміз екіншіміз 1600. 16, жақсы. Жақсы онда. Осылай, енді қай уақытта олар Нұр-Сұлтаннан 400 километр қашықтықта болған? Может быть, ее? Повторить поговорю. Может быть, Березовая, которая... Хорошая же вам была. Біріншісі жарты сағат, Так. Біріншісі бізде, иә, жарты сағатта 400 километр. 400 километр қашықтықта болған, иә? Аха. Жақсы. Минутта. 2,5 сағатында. Кофточками 1,5 сағатта, екіншісі 400. хорошо же была. Вы ее хоть Екіншісі 40 минутта 400 километр қашықтықта болды. хорошая, недорогая, Екіншісі. Екіншісінікі мына сарғыш түспен. Иә, екіншісі 400 болғанда 40 минут. бірде 40 минут, 40 минут. 40 минут қой, иә. Оннан 40 кеткенде ұшып шықты ғой. Иә, 40 минутта болады. Жақсы. Так, келесі слайдым ауыспай қалды ғой. Қазір тоқтаңыздар. Енді масштаб ұғымына меңгеру үшін мына сияқты тапсырмалар берілетіңізге болады оқушыларға. Мысалы, оқушыларға масштабты қарастыру үшін, мысалы, географиялық карта, атлас, сол сияқты ұсынамыз. Мысалы, әртүрлі масштабпен берілген карталарда кесінділердің ұзындықтарын өлшеп, Нұр-Сұлтан мен Көкшетау қалаларының арақашықтығын табуға болады екен, иә? Оқушыға осылай ұсынуға болады. Яғни оқушыға зерттеу есебін ұсынуыңызға болады. Картадағы және жер бетіндегі арақашықтықтар белгілі болса, масштабты қалай анықтау керектігін алгоритмін қос деп. Жер бетіндегі арақашықтық пен масштаб белгілі болса, картадағы арақашықтықты табу алгоритмін құруға осы сияқты есептер ұсынуға болады екен. Енді 7 сыныпқа келетін болсақ, 7 сыныптағы мына үшбұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы туралы теореманы және оның салдарын дәлелдеу. Осы мақсатқа оқушыға мына сияқты тапсырмалар ұсынсаңыздар. Мысалы, үшбұрыштың бұрыштарын
осындай үшбұрыш қиып, әр оқушыға алдарына таратса, одан кейін айтсақ, үшбұрыштың бұрыштарын қиып алып, жәнегі мына кесілген төбелерді бір нүктенің бойына жататындай, мына сияқты, бұрыштарын қабырғаларын басқа бұрыштың қабырғаларымен беттесетіндей етіп орналастыр деп. Сол кезде мына қиып алған бұрыштарды бір нүктеде орналастырса, бізде мына сияқты шығады да, осыдан оқушыға сұрақ қойсақ, не? Жәнегі үшбұрыштың ішкі мына бұрыштар ғой, 1, 2, 3 деген. Ішкі Қосындысы бұрыштардың нешеге тең болады қосындысы екен деп. 180 градусқа тең болады 80, деп, иә. иә. Сонда бала көреді, мына жазыңқы бұрыш екен, иә? Аха, иә, Бірден айтады, бұл жазыңқы бұрыш, яғни бұл 180-ге тең, яғни осыдан бала өз қорытынды шығарады, үшбұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы 180 деп. 180 градус. Тапсырма берсек, оқушыларға дайынды айтпайды. Бала өзі Жақсы. қорытса, естеріне жақсы қалады деген. Одан кейін мына сияқты есеп, немесе мына сияқты есеп ұсынуға болады. Яғни үшбұрышты балаға, оқушыға үшбұрыш салыңыз дейміз. Жәнегі үшбұрыштың бұрыштарын өлшеңіз дейміз. Ол үшбұрыштың бұрыштарын өлшейтін кестебер қоямыз. Бірінші бұрышы мынаған тең, екіншісі мынаған тең, үшіншісі мынаған тең дейді. Одан айтамыз, жәнегі Үшеуінің үшбұрышты қосындысы. қосқан кезде 180 шығады. Тура сол сияқты тағы да ол тағы бір үшбұрыш салып, тағы да өлшемдерін жазады да, қосындысы 180 екені бала өзі көзі жетеді де, ол және баланың есінде мәңгілікке қалады деп ойлаймын. Өзі дәлелдеп шығарса, көзі жетсе, оны ұмытпайды. Ал енді мына есепті көрейік. Пифагор мектебінің эмблемасы суреттегідей, мына жазулар Аны көрегіміз. эмблема суреттегідей жұлдыз пішіндес 5 бұрыш болатын дейді. Кез келген осындай 5 бұрыштың бұрыштарын мына қосындысы 180-ге тең болатын дәлелді дейді. Яғни мына 5-еуін қосқан кезде 180-ге тең болатын дәлелдеу керек екен. Қалай дәлелдесек болады? Үшбұрыш ретінде қарастырамыз. Иә. Мынаны былай қосуға болады, иә? Екі төбелерін қоссақ үшбұрыш шығаруға болады. Бірінші мен үшінші үшбұрышты, ана 4 пен 5-ші үшбұрыштардың арасына салып жіберсек, тура үшбұрыш шығады. Жаңағы үшбұрышының қосындысы сонда 2, 5, 1, 3, 4-тің қосындысы 180 градус шығады. Иә. Жақсы. Міне, мына жәнегі сіз жаңа салып жатқансыз, иә? Мысалы, не, Д мен С-ны көрші екі төбенің кесіндісімен мынаны қосты. Одан кейін барып, осыдан бізде жәнегі сіз айттыңыз ғой, сол сияқты қосындыларын 180-ге тең екендігін дәлелдеп шықты. Келесі 7-ші сыныпта біз көп мүшелерді өткен кезде есеп шарты бойынша математикалық модель құру мақсаты. Ол кезде мысалы боялған фигураны ауданын тап деп береміз, оқушыға. Өте жақсы есептер осындай берсек оқушыларға. Мына үлкеннің тіктөртбұрышының ені мен ұзындығы Ауданын тауып аламыз да. аудан табу үшін, иә, жәнегі мына үлкен тіктөртбұрышының ауданын тауып аламыз да, одан мына кіші төртбұрышының ауданын тауып азайтамыз. Сол кезде бізде мына боялған бөліктің ауданы шығады. Ауданы шығады. Сонда бізде әрбір күнделікті сабақ өткен кезде, күнделікті мақсатқа өмірмен байланысты есепті беріп отырсақ, оны жеке пизаға дайындық деп дайындаудың қажеті жоқ. Күнделікті мақсатқа осындай есептер шығартып отырсақ, оқушы өзі дайындалады. Мына есепті де мысалы, мынадан немен құрасы керек екен? Мына боялған бөліктің ауданы табу үшін не істеуге болады? 4 бұрышқа толықтырамыз. Жақсы. 4 бұрышқа толықтырып аламыз да. 4 бұрыштың ауданын тауып алып. Иә. Мына жағы Б қосусы болса, мынау да Б қосусы болады. Мына жағымыз 5Б қосусы. Енді маған мінелу жерді табу керек болсын, не істейміз? Мына, және сіз сызған жерді табу үшін. Мына жерді табу үшін, жәнегі 5Б қосу С-дан, мына Б-ны алып тастаймыз ғой, иә? Бұны алып тастаймыз, иә. Иә. Сол кезде мынаның ұзындығы шығады. Ал мынаның енін табу үшін Б қосу С-дан Б плюс С-дан алып тастаймыз бұны. Иә. С болады енді жеріміз. Жақсы, өте жақсы. Мына үлкен төртбұрыштың ауданынан жәнегі өзіміз сызған төртбұрыштың ауданын алып тастаймыз. Иә, мына жақта бізде боялған бөліктің ауданы шығады екен. Жақсы. Келесі.
Мынада ұзындығы 20 сантиметр кесінді екі бөлікке бөлінген. Және олардың әрбіреуіне шаршы салынған. Егер шаршы ауданның айырмасы 40 сантиметр болса, шаршылардың қабырғаларын тап дейді. Жүйе құрастырыңыз ба? Спасибо. Иә. Қалай дейсіздер, естімей жатыр. Да. Жүйе Нет, она құрастыру. уже идет же в записи. Нет, вот эта тетка, которую я вам сегодня отправила, она с Мишей. Она ну, в смысле, Марат его записывает и потом скинет его. Мына жерде кім? Мгм. Ақмарал. Нет, я же вам объясняла, которая подойдет, она придет. Сейчас я посмотрю, уже забыла. Она, кажется, завтра придет. Мына Или жерде кім? Третьего Ақмарал деген придет. кісі. Третьего придет. Да. Дауыстарын. Төрт бұрышқа толтырып. Жарайды, әріптестер, уақытымызды алмай ақ қояйық, мен шығару жолын көрсетейін. Кіші шаршының қабырғасын x деп алсақ, онда екінші шаршының қабырғасы 20-x болады, иә? Және соның ауданынан екіншісінің ауданын азайтсақ, бізде 40-қа теңдеп, осыдан x табады екенбіз. Осыдан x бізде 9 бен 11 шығады екен. Келесі бізде статистикалық санды сипаттамаларды есептеу. Бұл 6 сыныптағы мақсат және 7 сыныптағы мақсатымыз кесте немесе жиіліктер полигон түрінде берілген статистикалық ақпарат талдау. Яғни мысалы 90 барысындағы Самат математикадан 5 рет 2, 4 рет 4 алды және 2 рет 5 бағаларын алды. Оның анасы 90-дық қорытынды баға 2 болу керек деп ойлайды. Әкесі 3 деп ойлайды, ал Саматтың өзі 4 болу керек деп есептейді. Әр қайсының көз қарасына қатысты аргументтер келтіріп көріңіз. Сіз Саматқа қандай 90-дық баға қояр едіңіз дейді. Яғни мұнда Арифметикалық ортасын табамыз. Иә. Ең біріншісіне есепте жақсы, айта беріңіздер. Барлық екі сандарды қосамыз. Иә. Содан кейін неше санды қостық, соған бөлеміз. Арифметикалық ортасын тауып аламыз ғой. Арифметикалық ортасы. Аха. Сонда Самат бізде Самат бізде 3-ке шығады сонда. Жақсы. Самат, мынада енді мысал мода дегеніміз ең көп кезігетін сан, яғни бала ең көп дегенде 2 деген бағаны алған. Өйткені 2-ден 5 рет алды, иә? Былайша түсу мүмкін, балалар осылай жасады, былай шығару мүмкін есепті. Бірінші вариациялық қатарын құрып алады, вариациялық қатары өсу ретімен жазып алады да, тура ортасындағы санды ала салу мүмкін. Яғни медианасын. А бізде 90-дық баға ол арифметикалық ортасы. Иә? Сол балалар да осындай қателікті жібереді, олар медианасын таба салады. Сонда менікі 4, мысалы медианасы 4 қой мұнда. Соны ала салу мүмкін. Немесе олар былай алу мүмкін. Мода осыған да сүйен қалу мүмкін. Ең көп 2 алды, яғни соңғы 2 шығарып деген сияқты. Жақсы. Үлкеннен 2-сін. Так, мына жазуды өшіруге болады иә сіздерге? Жаңағы жазған жазуларымыз. Келесі 8-ші сыныпта. Берілген 2 элементі бойынша тік бұрышты үшбұрыштың бұрыштары мен қабырғаларын табу. Бізде Әкемдер қайда? Так, мынаны былайынан алайын қайтадан. Төмен кеткен мамам. Үйде бәріміз. Әпішке алып дейміз. Және кесем. Дұрыс екен. Есімізде сұр ұрқаман. Так, сонда мен Айта бер. мына есепті көре берейік. Айта бер деймін. Так, бір-біріңізбен сөйлескенде микрофон өшіп қойсаңыздар. Жоқ, сөйлескен жоқпын. Ерлан, Включите микрофон. микрофонды өшіп қойып бір-біріңізбен сөйлесіңіздер. Мұнда мысалы не 8-ші класстағы оқу мақсаты.
Параллелограммның ромбтың ауданның формуларын қорытып шығару дейді, және қолдану. Яғни оқушыға дайын формула бермейміз. Сегіз қалады жолда. Так, Үйде жатырмын. кім? Ерланбек кім сөйлеседі? Микрофонды өшіріп қойыңыздаршы. Мысалы міне, трапеция формуласын не қорытып шығарады? Оқушы өзі қорытып шығарса, кез келген формуланы оқушы өзі қорытуға сондай есептер беріңіздер. Сондай бір ұсыныс жасау арқылы бала өзі қорытып шығарсын. Мысалы міне, практикалық жұмыс жүргіземіз. Мына сияқты алдарына бәріне қиып береміз параллелограммды. Одан кейін параллелограммды қиып, төрт бұрыш жаса деп оқушыға ұсынуға болады. Оқушы мына жасыл бөлігін қиып алып келеді де, мына жаққа орналастырса, бізде тік төрт бұрыш пайда болады. Одан кейін жәнегі балаға сұрақ қоямыз. Параллелограмм мен тік төрт бұрыш тең шамалас бола ала ма? Неге деп? Табан ұзындығы өзгерді ме? Оны А деп белгіле дейміз. Табан ұзындығы. Келесі, тік төрт бұрыштың ені параллелограмм үшін не болады? Яғни ол биіктік болады, иә? Ол тік төрт бұрыштың ені параллелограмм үшін ол биіктік болады екен. Осыдан бізге олар тік төрт бұрыштың ауданын біледі, ені мен ұзындығының көбейтіндісі екен. Осыдан енді параллелограммның ауданын оқушы өзі қорытып шығара алады. Сол сияқты ромбында ауданын оқушыға өзіне қорытып шығаруға ұсыныс жасаймыз. Мысалы, мына сияқты практикалық тағы да жұмыс жүргіземіз. Кез келген ромбтың қатты қағаздан жасалған моделін таратамыз оқушыға. Ромбты қиып, тік төрт бұрыш немесе тік бұрышты үш бұрыш құрастыру сұраймыз оқушылардың. Осыдан ромбтың ауданы туралы қорытынды жасайды. Алынған формуланы оқушы өзі жазады екен. Олар тік бұрыш үш бұрыштың ауданын біледі, яғни екі катетін көбейтіп екіге бөлем деген сияқты, немесе тік төрт бұрыштың ауданын біледі, ені мен ұзындықтың көбейтіндісі деген сияқты. Тура осы екі формуладан жәнегі бала ромбының ауданын қорытып шығарады екен. Келесі, мына сияқты мақсатқа 9-шы сыныптағы үшбұрыштың ұқсастық белгілерін білу және қолдану. Үшбұрыштың ұқсастығын білу және қолдану. Мына сияқты есеп берсек, шлагбаумның қысқа иіні 1 метр, мына жағы 1 метр, ұзын иіні 4 метр. Қысқа иіннің ұшы 0,5 метрге түскен, иіннің ұшы қандай биіктікке көтеріледі? Яғни мына жағын табамыз. Не істейміз? Ұқсастық коэффициентін тауып аламыз. Ұқсастық коэффициентін тауып аламыз. Ұқсастық коэффициент бізге нешеге тең? 4-ге тең болады. Онда мынау 0,5 болса, мынау бізде қанша болады? 2-ге тең болады. 2-ге тең болады екен. Жақсы. Енді 9-шы сыныптағы арифметикалық немесе геометрия прогрессіға байланысты есептер. Мына сияқты есеп беріліпті. Мерген мергендер жарысында жиыны 25 рет атудан тұратын сериядағы әрбір мүлт кеткені үшін мерген айып ұпайын алып отырады. Бірінші рет яғни тимей қалған үшін, оқтың тимеген үшін ол бір айып ұпай, ал әрбір келесі үшін 0,5 ұпайға арты қалды. 7 айып ұпайын алған мерген қанша рет нысанаға дәл тигізді дейді. Есептің шығарып ұқтыңыздар, иә? Жиыны 25 рет ататын жәнегі 25 рет атады. Әрбір мүлт кеткен үшін мерген айып ұпайын алып отырады. Бірінші рет мүлт кеткен үшін бір айып ұпай, екіншісінде 0,5. Яғни бұл қай профессия ашылады? Арифметикаға ма, геометрияға ма? Геометрия. Арифметикалыққа. Арифметикаға ашылады. Өйткені әрбір қатам 0,5. Онда D бізде нешеге тең деп аламыз? 0,5-ге. 0,5-ге. Ал енді осыдан бізге 7 айып ұпайын алған мерген қанша рет нысанаға дәл тигізді? Подождите, Елена, меня. 38 на 39.
Street бар екен, анда сен. Жақсы, қазір уақытымыз кетіп қалады иә. Міне, жәнегі енді S деген біз мынау біздегі жәнегі N бізде әзірге белгісіз иә. Енді бізде жалпы жетілес және не деп айтып еді есепте? Есептің математика моделін құрастырамыз. Наличка есть. Оның ең бірінші мүшесі бірге тең, яғни бірінші мүшесі бірге тең, ал айырымы 0,5-ке тең екенін анықтап алдық. Енді қанша рет мүлт кеткенін табамыз. Яғни және орындарына мәндерін қойып шығамыз. Осыдан бізге бірінші n-ді табу керек. Бізде квадраттық теңдеу шықты, орнына қойып есептедік, ортақ бөлімін таптық. Сол кезде n -7 мен 4 шықты. Ал n бізде ешқашан теріс сан бола алмайды. Ол үлкен немесе тең 0 сан болады, иә? Және ол бүтін сан болады. Сонда біз 4 аламыз. Осыдан мүлт кету саны 4 болса, онда берген нысанаға 21 рет тигі деген сөз. n-нің орнына 4-ті қойып, қайтадан есептейді екенбіз. Келесі. Күнделікті қалыпты өмірде бактериялар саны 1 секундтың ішінде 3-ке бөлінеді. Ал 5 секундтың ішінде және приборда қанша бактерия болады дейді. Ал ойланып көріңіздер. Геометриялық прогрессияға берілген есеп пе? Бұл геометриялық прогрессия. Яғни енді мен бірінші белгілеу жазып алуым керек, иә? Геометриялық прогрессияда бізде бірінші мүші, одан кейін еселік қаншаға тең, және нені табуым керек. Сонда B1 нешеге тең болды? Ең бастапқыда қанша бактерия болды менде? Бір бактерия болды, иә? Бір бактерия болады да, 1 секундта ол 3 болады. Иә. Онда Q нешеге тең? 3-тен 1-ге тең бола ма? Жоқ, Q 3-ке тең болады. Q 3-ке тең болады. Енді бізге нені табу керек? 5 секунд ішінде дейді. Иә. Онда қайтып жазамыз? Нені табу керек? Қосындысын табу керек па? Несін дейсіз? Қосындысын табу керек па? Қосындысын барлығын. Яғни S нешені табамыз? S5-ті. S5-ті табамыз. Барлық бактериялардың қосындысын табамыз. Жақсы. Сонда біз S5 тең болады. B1-ның орнына 1 қоямыз. Жақшаның ішінде жәнегі Q-мыз 3-ке тең болды. 3-тің 5 дәрежесі азайтылған 1 бөлінген 3 азайту 1. Сол кезде бізде 121 деген жауап шығады. Ол бізде 5 секунд ішінде 121 бактерия пайда болды деген сөз, иә? Жақсы. Құрылыс орманында ағаштарды сақтау кезінде суретте көрсетілгендей осылай жинақтайды, қалайды. Бір қатарда қанша ағаш бар, егер оның негізінде 12 ағаш жасалса дейді. Арифметикалық прогрессия. Жақсы. Айырмамыз бірге тең, дымыз. Иә, айырма бірге тең. Бір ағаш, 2 ағаш. Айын 1-ге тең болғанға дейінгі көтере беру керек қой ағаштарды. Енді оның негізінде 12 ағаш жатса дейді. 12 табамыз. Жоқ. Бұл жерде барлық ағаштар санын табу үшін 1-ден 12-ге дейінгі сандардың қосындысын табу керек қой. Иә. Сонда неше шықты сіздерде? Сонда 4-те бар жағында. Астында 12 қосылған 11, қосылған 10, қосылған 9, 8, 7. Сізіп жазып алып, Гаусс әдісімен де қоса салып үйреткен жақсырақ болады. Жақсы. Міне. 1-ден 12-ге дейінгі бұл бізде және арифметика прогрессиямыз. Бірінші мүшеміз 1, және айырмамызды 1-ге тең. Осыдан бізде соңғы мүшеміз, бірақ біз нешінші мүше екенін білмейміз, осыдан n-ді табу керек екен. Яғни бұл бізде n неше шығады екен? n 12 шықса, онда барлығы менде қанша ағаш бар екенін S12 қосындысын табу арқылы таба аламыз, иә? Сонда бір қатарда 78 ағаш жатыр. Жауабы 78 ағаш екен. Барлығы 78 ағаш қой. 12-ші қатар, 12-ші
қатарда 78 жатыр деген сөз ғой, бір қатарда. 12-ші қатарда 78 ағаш жатыр. Так, енді міне есептер көп мақсатқа. Міне оқу мақсаты және 9-ші классқа. Доға ұзындығының формуласын қорытып шығару және қолдану, сектор мен сегмент аудану формулаларын қорытып шығару және қолдану. Мына сияқты тапсырма берулеріңізге болады осы мақсатқа. Қазір уақытымыз уже таяқ қалыпты, 1-2 минут қалыпты. Осы сияқты есеп, одан кейін міне осы есепті алдайық, бір есепті алдап жіберейік, уақытымыз бар, 1-2 минутта. Біріншісінде мысалы, тепловоздың дөңгелектері мынандай қашықтықта жүру үшін 300 айналым жасады. Дөңгелектердің диаметрін табыңыз дейді. Жауапты 10-дық үлеске дейінгі дәлдікпен беріңіз. Мұнда оқушылардың көбі қате кетіргенде, мына дөңгелек үлеске дейін дөңгелектеуден де қате жібереді. Бұл жерде алдымен дөңгелектің ұзындығын тауып алу керек, тең болады 2πr деп. Содан кейін оны 300-ге көбейткен кезде жаңағы барлық метр 1413 деп тұрма, сол шығу керек қой. Иә. Бұл жоғары класстарға да өте қажетті есептер қайталау үшін. Иә. Сонда әріптестер, 5-ші класстан бастап әрбір оқу мақсатына осындай функционалдық сауаттылықты дамытатын өмірмен байланысты есептер беріп отырсақ, оқушы соған дағдыланса, ол пиза тапсыру кезінде де қиналмайды. Сондықтан әрбір сабағымызда оқу мақсатын бергеннен кейін сол мақсатқа міндетті түрде өмірмен байланысты есептер беріп отырсақ, өте пайдалы болады деп ойлаймын. Жақсы, онда рахмет сіздерге, өте жақсы қатыстыңыздар, есепті жақсы шығардыңыздар. Рахмет. Бұл вебинар тиімді болса, мен өте қуаныштымын. Жақсы әріптестер, сау болыңыздар. Сізге де өте көп рахмет, Дана Бауыржанқызы. Бізге көрсеткен слайдыңызды чатқа салып қойсаңыз, біз тағы да бір рет қарап есептерді осы неге саламын, осы чатқа, Иә, осынан еме жағына сообщение жазатын жақ бар ғой чатқа. Соған салып қойсаңыз, содан кейін біз ала салсақ. Дана Бауыржан, рахмет сізге. Маған личкама тоже жіберіңізші, жаңа презентацияңызды. Мен чаттарға салып қоям. Интерактивный сабақ, басқа чаттарға. Рахмет, көп. Жақсы. Сау болыңыздар. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Дана Бауыржанқызы, көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар.